Сәлеметсіз бе? Мен Еснамбетова Адина. Аяған Шажынбаев атындағы номер 3 мектебінің 8-ші Б сынып оқушысымын. Табиғатты аяла республикалық форумның үздік арт нысаны номинациясының қатысушысымын. Тақырыбым өз қолыммен ойыншық жасау. Бірінші ойыншықты жасау үшін маған пластикалық бутылка керек болды және түрлі түсті қағаздар. Сол ойыншықтың аты гүлдер шоғыры. Екінші ойыншығым бақытты балапан. Оны істеу үшін маған тон терісінің қалдығы керек болды және көзіну моншақтар. Үшінші ойыншығым гүлді себет. Оны жасау үшін маған жұмсақ жіп, моншық қалдықтары және ұсақ гүлдер керек болды. Осы ойыншықтардың жасаудағы мақсатым әртүрлі қалдықтарға екінші өмір беру, өмірде қолдану.